Қазақстан талай ғасырлардан бері өз дін ұстанушылары бар көптеген діндердің ортақ мекеніне айналған ел. Көшпелі халықтар аспан мен жер құдайы, көк тәңірі, жел құдайы үлкен еже, су құдайы құс сияқты табиғат құдайларына табынған. Мұндай табынушылық бірнеше ғасырларға жалғасқан. Көшпелі халықтар шөл далада желмая мініп ақ ырым жоралғыларын жасай берген. 7-8 ғасырларда қазіргі Қазақстан аумағында бүгінге дейін елдегі ұстанушылары ең көп дін саналатын ислам діні тарала бастады. Бүгінде Қазақстан халқының 13 миллионға жуығы осы дінді ұстанады. Қазақстандағы саны бойынша ұстанушылары көп екінші дін ол христиандық. Бүгінде елімізде 3 миллионнан астам азамат христиан дінін ұстанады. Қазақстан діндердің көп түрлілігі арқылы мәдениет пен сенімдер арасында ынтымақ пен өзара түсіністік орнатқан ерекше мемлекет. Қазіргі уақытта Алматы қаласында 17 түрлі конфессия өкілдері бар. Олардың барлығында өзара бейбітшілік пен достық бар. Бүкіл конфессиялар үйлесімді сыйластықта. Тіпті Наурыз, халықтар достығы күні сияқты мейрамдар мен атаулы күндерді бірге атап өтеді. Алматы қаласында әлемнің әр түкпірінен келген туристер мен дін өкілдерін қызықтыратын ерекше ғибадатханалар мен мешіттер көп. Мысалы қаладағы орталық мешіт 1999 жылы салынған, және ол орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің бірі саналады. Ал шаһардағы Вознесенский соборы православтар ғибадатханасы 1904 жылы орыс халық архитектурасы стилінде іргесі қаланған. Алматы қаласының мақтанышына айналған бұл орын ЮНЕСКО-ның мәдени ескерткіштер тізіміне енгізілген. Алматыдағы діндер тарихы бай әрі көп қырлы. Мәдени алуандық пен толеранттылықты аса бағалайтын түрлі дін өкілдері мен туристер үшін қала өз қызығын жоғалтқан емес.